Айо, ассалаумалейкум достар, қалайсыңдар ей? Достар, бүгінгі видеода 99 чейде новый обновление болыпты достар, прикиньте. Біздерде наны қараңдар, ойшым зеле дайындайтын боламыздар, кәдімгідей қолымызды қазанда айналдырамыз, ондай зеле дайындап сондай істейтін боламыз. Сендер так что осы видео басылмай жатып дейтін лайктарын пытырлатып каналға тіркеліп кетіңдер. Біз ендеше бастайық. Йоу достар, міне бағана айтып жатқан қазаным міне достар. Бұл жерде бұл қазанда дейтін ойшыпта андай мықты зеле дайындаймыз, мыстан кемпірдің заттарын дайындаймыз достар. Ендеше достар, кетік бастайық. Біз дейтін так бірінші очередь біздерге андай бір әппақ бір ноне тағы ерім ба, нені достар, тіс па, тіл ма, немене. Так ет керек біздерге, ет керек. Потом дейтін қоянның тоже еті керек, морсель дейтін білесіздер ғой, морсель сол керек. Так, давайте онда пока что біз дейтін қазір ағаш жинап, отты көтеріп, нормально көтеріп, сосын ет жинап келгенше видеоны пауза қоя тұрам. Сендер болса, давайте құр отырмай, видеоны пауза қойған сәтте лайк бас, давайте тіркеліп кетіп отырыңыздар, давайте 1, 2, 3 каналға тіркелдің, лайк бассын бақ, красавчик. Давайте онда қазір видеоны пауза қоя тұрайын. Достар, короче, сендерге біріншісінде осы братан керек болады. Фейриға келесіңдер, мұнадан дейтін бокс сиксі сатып аласыңдар достар, мен көрдіңдер ғой, осындай түрді сатып аласыңдар, потом дейтін өскені күтесіңдер. И все достар, сендерді бірінші зат дайын. Ендеше сендерге осы өсімдікті алғаннан кейін көрсететін болам. Біздерде өзіміздің керекті затымыз өсті, наны қараңдар. Осындай затты, короче, сендер аласыңдар. Ну, екеуісін алсақ та бәрібір, короче, өсті и дейтін кеттік достар. Ендеше мынаған салайық, енді дейтін қазан айналдырайық. Так, біріншісін аған салдық достар. Все достар, так, біреу салға бола ма? Все салға болады кен. Енді біздерге өздерің білетіндерінде осындай қоян еті керек болады. И дейтін біздерге енді қасқырдың еті керек болады достар. Қасқырдың етін білесіңдер ғой. Ол оңай енді, оңай деп ойлаймын сендерге, оны өлтіріп етін аласыңдар. Все достар. Біздерде дейтін сосын бірінші осындай қазан дайын болады. Все достар, наны қараңдар, қыптымды қараңдар, короче, аз қалды ғой. Өзіміздің мақсатымызды орындадық, короче, етті таптық, міне қараңдар, мынаған бердік. Ура достар, наны қараңдар. Бізге дейтін какой-то зеле берді, прикиньте. Давайте алып тексерік, бұл не зеле екен. И, кстати, достар, наны қараңдар, еще дейтін андай кәмпиттер берді бізге. Осындай кәмпитті жинап аласыңдар сендер достар. Оңай, өте оңай достар бұл дейтін. Так, наны тексерік достар, не істер екен? О, достар, ема, не істейді бұл сонда? Так, достар, что-то түсінбедім мен. Вроде бы ақша бере ма не? Мә, достар, ақша береді екен ғой, білейін, бұл дейтін керек емес қой бізге. Так, ладно, достар, давайте онда келесі зелияға кірсек. Короче, бізге қоянның аяғы керек, 3 ет керек, андай какой-то бір өсімдік. Бұл өсімдікті тоже сендер достар өзіміздің братан фейден алатын боласыздар, как көрсетемесіңдерге. Так, бірінші давайте фейяға барамыз, қазір сендерге көрсетейін. Фейя, міне достар, біздерге фейя деген осы. Фейяға келесіңдер, міне мандрейк дегенді сатып аласыңдар достар. Бейне біреу жетпей тұр екен. Так, аласайын біреу, все. Так, біреусінен, міне достар, көрдіңдер ма? Міне керек бізге достар. Осыны өсіресіңдер, күтесіңдер достар. Все достар, короче, біздерде мандрейк өсті достар. Енді достар, біздерге тек қалғаны осы қоян еті мен оның аяғын ананың ішіне араластыратын боламыз. Сендер давайте құр отырмай лайк басып кетіңдер, қазір көреміз не болатын. Так, қоян міне тұр екен. Так, осының еті керек, и дейтін осының аяғы керек достар. Короче, так, как раз 2 ет бар. Енді достар, осының аяғын алу керек бізге. Короче, аяғын алсақ, все, біз дейтін қазір. О, достар, таптық, наконец-то таптық. Давайте енді дейтін аған тексерік не болатын. Так, давайте бәрін салдым. Ей, тоқта. Мә, ет керек кен ғой тағы. Білейін, достар, ет керек кен тағы. Давайте ет берейік мынаған дейтін. О, не берді алмаған? Мә, достар, нан қарандар тағы бір. Ей, тоқта, қайда? Білейін, достар, міне. Ей, тоқта. Так, наконец-то алдым, ё-моё. Так, давайте мына кәмпиттер жинап алайық. Енді келесі нәрсеге бізге 2 балық, потом не тағына сума, не, в общем-то, осындай керек. И мынандай виноград керек екен достар.
виноград керек, давайте оны да жасап көрейік. Так, ішіп алайық. Оппа, достар, мынау не тағы? Блин, мен мынаны дейтінші қасқырларға тексеру керек еді ғой. Блин, бұған тексердім, достар. Ё-моё. Ну ладно, достар, давайте енді келесісін жасап көрейік. Анау, кажется, дейтін анау қасқырды ма бірнәрсеге айналдырып жібереді ғой деймін, да? Достар, соны тексеріп көру керекші. Ладно, достар, давайте онда келесін дайындауға маған виноград керек. Давайте виноградты іздейік, қайда бар екен. Виноград барлық жерде болушы еді ғой. Что-то дейтін қайда кеткен? Так, виноградты көрдім. Оппа, міне көрдім, достар. Все, виноградты көрдім. Так, давайте ала салайық. Алдым. Енді, достар, бізге 2 балық дейді. Балықты енді аулап алу керек екен. Балықты өзіміз істеуіміз керек. Қазір оны так, мынаны бірінші жеп алайық. Достар, все, мен дейтін уже таптым жаңағы өсімдікті. Бұл өсімдікті сендер дейтін оңай таба аласыңдар, яғни жаңағы айтқан феяға барып сатып ала саласыңдар, достар. Міне, достар, оның түрін көрсетіп жіберейін сендерге. Міне осындай су сияқты болады. Ендеше, достар, давайте мынаған беріп жіберейік. Все, мынаған біреу кетті, екіншісін кетті. Давайте мынаған кетейік. Так, беріп жіберейік. Все. Енді дейтін давайте бізге 2 балықты алу оңай. Оны давайте мен сендерге қазір көрсететін болам. Вот, міне балықты қазір аулайтын болам сендердің көздерінше. Давайте бірінші наха или любой жерге бара салайық. Давайте мына жерден аулайық. Так, бізге 2 балық керек қодай, достар. 2 балық керек бізге. Так, все, достар. 1 балықты ауладық біз дейтін. В общем-то, осылай аулайсыңдар сендерде, тоже осылай. Оңай, негіз қиын емес. Давайте екінші балықты аулайық. И дейтін соңғы зельяға қосатын затымызды жасап жүйдік. Так, тоқта, не болып кетті мынау? Давайте мына жерге барайық, сонда дейтін мынадан көрейік. Так, мынада не бар екен? Все, достар, короче, соңғы балықты алдым. Енді давайте огоньға тезірек барайық, отымызға. Давайте тез барып жейік та, жасап жейік. Менде уже 2 балық, давайте дайынсыңдар ма? Кеттік, достар. Нан қараңдар, кәмпит шашты, короче, кәмпит, неше түрлі заттар шашты. Так, бұл қызық емес бізге. Наны қараңдар, чо за бір нәрсе берді, короче. Так, взять басайық. Бұны давайте қоянға тексерейік. Достар, нан қараңдар, не болып кеткен? Бір андай, не тағы, спид дейді. Достар, түсіндім. Короче, бұл дейтін қоянның жылдамдығын арттырады екен. Ё-моё. Өзімізге істесек, вообще тез жүретін жарымыз. Енді осымен, достар, біздің дейтін видеомыз соңына жетті. Біз дейтін бүгінгі видеода өте көп мынандай зелья жасадық, заттар таптық. Давайте, достар, осы видео сендерге ұнаса, енді қолдауларын білдіріңдер, яғни лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңдер, достар. Сендермен болған мен Казмис. Келесі видеода кездескенше.